Сәлеметсіздер ме оқушылар, міне тағы да біз 11 сыныптағы әріптестеріміздің сұрағы бойынша бір есеп көруге тура келіп тұр. 11 сыныпта мындай бір есеп келген екен. Ол былтыр болған жағдай. Есеп 5-ші есеп 2-ші турдағы. Бір м жиыны бар дейді. 2-нің дәрежелерін жинап жазған 0-ден 2024-ке дейін. Сол жерде дейді бір поедингон дейме, бір адамның аты қойған есімді аю екен. М жиындағы әр санды коэффициент ретінде бір-ақ рет қолданып дейді. Екі рет қолданбайды, әрбір коэффициентті бір-ақ рет қолданып ax квадрат қосу bx қосу с түріндегі 675 үш мүше құрастырды дейді. Бұл жерде ескертіп кетемін, 675 дегенді қайдан біліп тұр десе, негізі бар ғой, 2024 пен 0-дің арасында бізде 2025 сан бар, санау жүйесі бойынша. Кімнің есіне бар? 5-ші сыныпта үйретті ғой бізде. Макс саннан мин санды аламыз, 1-ді қосамыз деген. Кішкентай n ғой, өйткені 0 ғой бұл жерден. Яғни 1 деген коэффициент шығады ғой. Сонда 2024 0-ді алып 1-ді қоссаң 2025 сан. Ол 2025-ін бізге 3-ке бөлінеді. 3-ке бөліп тастасаң 675 шығады екен. Яғни әрбір үшеуін қолданып неше түрлі 675 түрлі көп мүше қолдап алуға болады екен. Ары қарай түріндегі 673 мүшені құрастырды. Кейін ол координаталық жазықтар x y-өсінде дейді ғой. Осыларды сызып, барлық үш мүшелердің графигін сызды дейді. Графиктер жазықта кем дегенде неше бөлікке бөледі дейді. Былайша айтқанда, енді бұл жерде графиктер x y-өсі болса, негізі көптеген бөліктерге бөлуге болады. Егер бір-бірін былай қиып өтетін болса, әр түрлі қылып. Бізге енді ең кем дегенде деп тұр да, ең азын ал деп тұр. Демек, графиктер барынша қимайтындай жағдай алып келу керек бізде. Мысалы, бүйтіп, ішіне кіретін, бір-бірін кеспейтіндей. Ал ол үшін қалай қояды екенбіз? Бізге ең маңызды нәрсе графиктер қимасы үшін коэффициенттері былай. Әрбір келесі функциядан үлкенірек болу керек өте. Міне қараш, 2-0, 2-1, 2-2-ні қолдандым ба, одан кейін 2-3, 2-4, 2-5 қолдану керек. Мысалға 2-ның 0 дәрежесін мына жерге қойып, 2-ның 1 дәрежесін кейінгі функцияға жазуға болмайды, онда графиктер көбірек қиылысып кетеді бір-бірімен. Барынша бір-біріне сызықтар тимеу жағын қарастыру керек. Және бір қызық жағдай, бұл жерде келесі функция әрқашан алдыңғы функциясының еселігі болып отыр, қарасыңдар міне. Яғни соңғы функциялар мүлдем өте алғашқы графиктің ішіне кіріп кетеді деген сөз. Жарайды, енді сол жерден қаншау бар дейді, бөлікке бөлу аласыз, жазықтық бөлікке бөлу деген. Мысалға мен мұндай екі перпендикуляр түзу алсам, қазір АБ деген, мен қазір жазықтықты 4 бөлікке бөліп тұрмын, 1, 2, 3, 4. Осындай графикте сол жазықтықты мен неше бөлікке бөліп тұрмын көрсетіп деп тұр ғой. Бұл жерде x y-өсінің қатысы жоқ, мына x y-өсі емес, АБ деген түзу. Мысалы, былай атасақ, былай кесті міне, 1, 2, 3, 4 бөлікке бөлдім. Жай ғана бір түзудің өзі 2 бөлікке бөледі, жазықты. Жазықты осы экран деп қарастырсақ болады ғой. Бұл жақ 1 бөлік, бұл жақ 2 бөлік деген сөз. Ары қарай көрейік енді. Бұл жерде жаңа айтқандай, міне, екінші парабола біріншімен қиылыспайтынын байқадық қой, жаңа коэффициенттер өте үлкен болғандықтан. Себебі келесі функция алды функцияның өте жоғары еселігі болып тұр. Қарасам, бірінші функцияны 0 дейді шешетін болсақ, ол жерде не болып тұр тағы да ол? Дискриминант 0-ден кіші міне. Тағы да бір жағдай бар. Дискриминант 0-ден кіші отыр. Яғни ол x өсінің астында емес деген сөз, үстіңгі жақта болады деген сөз. Енді жаңа бір-бірінен кеспейтін жағдайдың 1-2 график салып қойдым. Мұнда мысалға x квадратта қызыл түрі, қызыл, көк міне. Одан кейін жасыл, одан кейін кете береді, ішіне. Айтақында басқа светпен қарайыншы. Сөйтіп кете береді мысалға мен қарамен қойсам міне. Жасылдың ішіне былай кетеді. Өтіп кетті ғой. Жасылдың ішіне былай кетеді, мысалға айту. Бізге x y-өсінің қажеті жоқ. Оны шатастырмаңдар, ол жерде сызық қойып бөліп отыр деп. Өстіп ішіне кіре береді деген. Енді осы жерде осы жазықты қанша аралыққа бөлді, соны санап бер деп отыр ғой. Бұл жерде бір қызық жағдай бар бізде. Біз алдымен жай бірнешеуін ғана көрейік, мысалға қарайық.
мысалға біреу міне екеу үшеуін ғана қояйыншы. Мысалға мынау y, мынау x болсын. Мынау мысалға fx1, fx2 болсын, мына біреу fx3 болсын. Қазір қанша аралыққа бөлініп тұр деп ойлайсыздар сіздер жаздықты? Осыны бір ойланып алыңыздар. Мен қазір санап берейін. Бұл жерде мына екеуінің арасында бұл жерде біреу аралықтарында, мына жерде біреу, кейін ең соңғы fx1 дегеннің астында біреу бар, мына ең ішінде тұрған функцияның ішінде біреу бар. Қарасақ, 3 функциядан 4 аралық жасап отырмыз біз қанда. Енді бізде қалай деді жаңа функция бойынша ең ішіндегісі 675 деп бар. Ішіндегісін f675x деп ойлайық. Ең сыртында тұрған мына қызылды f1 деп ойлаймын. Осы f675 пен f1-дің арасында қанша функция бар? Енді қарамен ең сыртында тұрған қызылдың арасында қалай білеміз оны? Жаңа айттық, егер аралықтағы аймақтар бойынша санасаң екеу ақ бар, міне. 3 функциядан екеу пайда болып тұр. 4 функциядан үшеу. 5 функциядан төртеу деген мысалға бүйтіп кете берді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу болса міне. Арасында біреу, екеу, үшеу осылай. 4 сызық болғанда ішінде үшеу. Сол демек 675 пен f1 деген функцияның арасында 674 аралық бар деген сөз. Жаздық сонша аумаққа бөлдірген сөз. Мына сызықтар шексіз ғой енді бізде, былай кете береді ары қарай. Созылып, ең соңғы ішінде біреу бар, ол 675 аумақ. Сосын ең сыртында бар 676 аумақ. Сол екеуін бір-бірді қосып береміз, сонда 676 аумаққа бөлуге болады екен осы параболамен жаздықты деген сөз болады. Осылай есеп аяқталады. Мұқият қайтадан ойланып көрсеңіздер түсініп алуға қиын емес. Алдымен біз ерекше жағдайларды қарау керек те, мында бірнеше функцияны алсақ. Мысалы қарашы, 3 функциядан 4-еу аралық жасап тұрмын. Демек 675 функциядан да 676 жасалады ғой, біреуген артық болып тұр. Себебі ішінде біреу бар, сыртында біреу бар деген сөз. Міне осылай екен. Бұл былтырғы 5-ші есеп екен. Бұл жерде ең қиын нәрсе мынау коэффициенттердің орналасуы ғой. Бұл жауапқа көргенде оңай есеп болғанмен, бұл оңай есеп емес негізі. Жақсы, сау болыңыздар. Бұл 11 сыныптың есеп екен.